Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осындай суға салғанда езілмей пісетін, бір жайғаннан беті теп-тегіс болып шығатын қамырдың рецебімен бөлсемін. Бір жасағаннан қамырдың беті теп-тегіс дөп-дөңгелек болып шығатын қамырдың түрлі жаю құпия тәсілдерімен бөлсемін. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен ыдысқа салқын су құйып, оның үстіне жарты шай қасық тұз салып, ерігенше араластырамыз. Оның үстіне бір жұмыртқамызды салып, масса ерігенше толығымен араластырып шығамыз. Келесі кезекте бір бас укропты алып, ұсақтап турап шығамыз. Үйдегі адам санына да қарай көбейтіп жасауға болады. Шетінен ұнды сала отырып, қаттылау етіп қамыр илейміз. Қамырымыз міндетті түрде қатты болуы қажет. Қатты етіп иленген қамыр бір-біріне жабыспай, езілмей өте дәмді болып шығады. Менің каналымда осымен қатар көптеген түрлі рецептер бар. Рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Иленген дайын қамырды бетін жауып 10 минутқа тындырып қоямыз. Иі қанған қамырды алып, қолымызбен баса отырып, оны оқтаумен жаямыз. Жайған кезде міндетті түрде екі шетін басамыз. Сол кезде біздің қамырымыз дөңгелек, теп-тегіс болып шығады. Қамырды оқтаумен ораған кезде оның арасына ауа қалтырмасақ, қамырдың беті теп-тегіс болып, біркелкі болып жайылады. Қамырдың біркелкі әдемі болып жайылуы сіздің қолданған оқтауыңызға да байланысты. Жіңішке, ұзын оқтаулармен қамыр біркелкі болып жайылады. Қамырға укроп қоссаңыз, қамырдың дәмі ерекше болып, өте дәмді, әдемі болып шығады. Достар, менің каналымда осы видеоның мұздатқышта қатырылуы туралы арнайы видео бар. Мұздатқышта қатырылу жолдарын білгіңіз келсе, сол видеоны көріп шығуыңызға кеңес етемін.